Бартыңыз қайырлы кеш. Қалайсыздар? Нұреке, красавчик. Әдем. Қалайсыздар? Қаларыңыз қалай? Жалпы аптасын 2 рет келіп жатамыз, білесіңдер. Яғни бұл біздің аптасын 2 рет болатын бірінші эфир. Қош көрдік, солам. Молодец. Так, кім бар тағы? Видео қосып қоятын. Так. НК көрдім. Молодец. Красавчик. О, бәсет, ана қалай қосып қоятын десем. Так, все. Кімді көріп жатырмын? Рахмет, үлкен алғыс білдіремін. Өйткені сіздер видео қосып отырсаңыздар, мен негізі жақсы ашыла түсемін. Маған өте қатты приятно көріп отырмын, мен маған. Tamam. Бүгін тақырып білесіңдер, айтып жүріңдерші. Мен сендерден аудионы өшірмеймін. Сразу айтайын. Сендерге сеніп алғанмын сендерге. Қатты артық айтпайтындарыңа. Поэтому, да, қандай? Келу күші, да? Кімнің бойлы осы тақырып, кәдімгідей. Көрсе құсқысы келеді. Кімде солай? Мен өзім есімде 11 оқимын. Физикаға ауыстым ғой 2 ай ғана. Келу күші десе қашасың ғой кәдімгідей. Еще там 10 оқып жүрген кезде там осы сұрақ анау неде бізде бақылау жұмысы деген болатын. Сендер ол кезде тапсырдыңдар ма, тапсырмадыңдар ма? Бет есеп беріп қоятын физикадан. И соның ішінде динамика деген тақырып болды ғой сыныпта. Сол кезде бір есеп соған беріп қояды да, дей. Отырасың, только не это деп отырасың ғой. Сонда только не это деген тақырып енді ОБТ-да келіп жатыр. Сол бүкіл есепті көрсетемін, который ОБТ-да бар. Жақсы, жинақтап қойдым. Бүгін негізі 11 презентация. Яғни келу күшіне келетін бүкіл жағдайларды қарастырып өтіп тастайтын боламыз. Дайынсыңдар ма? Да? Бір түрлі тақырып, но бірақ, да, все дайынбыз. Бір ғана тақырып қарастырамыз. Бір ғана импульс қосып жібере ма деп, артық болып кететін сияқты. Так, біреуін мен негізі 15 есеп, механика 15 есеп бар ғой, соның ішінде біреуіне талдап беріп өттім, бір түрлі болуы мүмкін, но бірақ неден бастаймыз, жеңілден бастаймыз. Сонымен жылжымайтын блоктан, бізде жылжымайтын блок бар, асыра тасталған жіпке массалары 200 грамм және 300 грамм жүктер ілінген дейді. Жүктер қандай үдемен қозғалады дейді, және жіптің керілу күші қандай дейді. Осында бір қызық сұрақ. Так, бірінші жылжымайтын блокты салып аламыз. Бұндай есептер келген кезде асықпаймыз, сурет саламыз. Бұл есеп тек суретпен шығады. Қайталап айтамын. Бұл есеп тек суретпен шығады. Суретсіз шықпайды бұл есеп. Так, жылжымайтын блок салып алдым. Жылжымайтын екенін көрсетіп қояйын. Мінекей. Так, одан кейін осыған асыра жіппен сілте, яғни осы жерге салып жібереміз. Біреуі 200 грамм, біреуі 300 грамм, да? Так, 200 грамм болсын. Мұнаны мен лучше M1 деп алайын, бола ма? Солай алған дұрыс шығар. M1, мұнаны дәу қылып M2 деп жазып қояйын. Но динамиканың ішінде қай тақырып десеңдер, Ньютонның екінші заңы. Так, сонымен біз M1-ді 200 грамм деп алдық, оны айналдырып тастайық 0,2 килограмм деп. Және M2-міз біз 300 грамм деп алдық, ол по сути 0,3 килограмм. Қалай ойлайсыңдар? Қай жаққа қарай олар үдемелі қозғалып бастайды? Қай жаққа қарай үдемелі қозғалып бастайды? Қайсысы ауыр? Да. Яғни біздің денеміз осы бағытта үдемелі қозғалып бастайды. Және мына жақта үдемелі жоғары қозғалып бастайды. Яғни бізде екі система отчета бар. Сол жақта ол үдемелі жоғары қарай қозғалады, оң жақта ол үдемелі төмен қарай қозғалады. Енді бізде мына жерде өте маңызды сөз, тастаған жіпке деген сөз, мына жерге бір сөз қосып қоя береді. Созылмайтын деген. Созылмайтын жіпті тартсаң не болады? Созылмайды, бірақ какой-то напряг болады. Сондықтан оны бізде керілу деп атайды. Керілу. Оны керілу күшін жазып қойсаңызшы. Керілу күші ол бізде негізі F кері деп жазылады. Немесе по сути Т деп жазылса. Кейбір орыс әдебиеттерінде сендер Т деп көрген шығарсыңдар, кейбір қазақ әдебиеттерінде тоже Т деп кезігеді. Но бірақ кейде F кері деп келеді. Яғни ол керілу күші деген мағынаны білдіріп кетеді. Енді қараңызшы. Осы жердің керілу күшін тапсақ. Не істейді? Мына жерде M1-іміз, яғни жіп қайда қарай созылады? Мына M1 төмен қарай MG-мен тартатын болса, оны бүйтіп қойып қояйын. Мына жақта M1G бар ғой. Мына жақта M2G бар, дейсіз ба?
Ол төмен қарай тартатын болса, ана өз орнына қайтып келтіруге тырысады. Сонда біздің t-мыз, t деп белгілеп берейікші. T-мыз жоғары қарай бағытталады. Мына жерге. Мынаны t1 деп белгілеп алатын шығар. Мынаны давайте t2 деп белгілейік. Но бірақ по сути t1-іміз тең болып кетеді t2-ге. Сонда оларды кейде t деп белгілей салады. Енді Ньютонның екінші заңын қолданып бастаймыз. Ньютонның екінші заңы бойынша, егер біздің үдемені жоғары қарай деп алатын болсақ, m1, біз m1a-ны теңестіріп алатынбыз десек, онда бізде m1g-іміз төмен қарай болып тұр. Сонда бізде t1-ден, t-дан азайтамыз m1g-ді. Бағыттарына қараймыз. T мен m-нің бағыты бір дейді. Бірақ m1g-дің бағыты төмен қарай. Да. Енді келесі денеміз енді үдемелі төмен қарай кетіп бара жатыр. Ол m2a деп алсақ, осы жолы бізде m2a мен үдеудің бағыты мен ауырлық күшінің бағыты сәйкес келіп тұр. Демек біз айтамыз m2g минус t дейміз ғой. Міне осында g. Бұл есептер әрқашан жүйе арқылы шығарылып кете береді. Так, осы жер түсінікті ма? Кімде қандай сұрақ бар? Аудио қойып өндір. Маған осы жердің түсінікті болған керек. Қалған өзі тық-тық. Дело техники. Ағай. Ау. Екінші теңдеуде неге біз m2-ден азайттық керілуді? Бағыт бірде болған соң ба? Үдеудің бағыты төмен ғой. Үдеудің бағыты төмен ғой. Ал m2g-дің бағыты төмен. Бірақ t-ның бағыты жоғары. Бағыты жоғары болған себепті азайтып жібереміз. Бағыты қарама қарсы болған себепті азайтып жібереміз. Ағай, по идее, просто сауалмайды. Типа m1 жаса ішінде a плюс g тең болады m2 g минус a деп. Біреу жоғалып бара жатқандықтан үдеумен қосылады, екіншісі азайтылады деген сияқты. Мен мына жерде керілу күшін көрсетуім керек қой просто. Керілу күшін, да. Керілу күшін қосуым керек болып тұр, әйтпесе неге сразу істеп салуға болатын еді. Бірінші жүйеде, біріншісінде t минус m1g деп тұр ғой. T сонда үлкенірек тұр ғой сонда күші. T-ның бағыты үдеудің бағытымен бірдей ғой. T жоғары ғой, үдеу жоғары. Так, сосын? Үдеудің бағытын қалай анықтадыңыз, жоғары төмен екенін? Күшті сұрақ. Өйткені m2-міз үлкен ғой. M2-міз үлкен ғой, былай түсіп кетеді осында. M2-міз осылай түсіп бара жатады. Егер m2 түсіп бара жатса, m1 қалай қозғалады? m1 төмен қарай қозғалады. Жоғары қарай қозғалады, па? Жоғары үдеумен қозғалады. Солай анықтадым. Жүктің массасына қараймыз. Қайсысы ауыр, сол тартып кетеді. Рахмет. Аха, душым. Осындай сұрақтарын қойғандар. Өйткені бұл сұрақтар кәдімгідей ең маңызды сұрақтар сендер қойып жатқандарың. Тағы бар ма сұрақ? Все, онда не істейміз? Үдеу табу үшін екі нені қоссайық. Екі жүйені қоссайық, сонда бізде m1a қосамыз m2a. Мұнда t минус m1g плюс m2g минус t болады. Сонда t мен t қысқарып кетеді. Үдеуді шығарып алсақ, m1 қосу m2 тең. Так, сонда g шығаруға болады. G m2 минус m1 деп алсақ болады. Осы жерден үдеуді тапсақ, үдеу тең g m2 минус m1. Сонда m1 қосу m2. Кейде мұны осылай тек формуласын ғана сұрап алады. Сонда бір тапсырма бар, мен оны тапқан жоқпын, өкінішке орай. Бірақ ол бар. Так, оны көбейтеміз. 0,3-тен азайтамыз 0,2-ні. Тапқан кезде айтамын осы есептеп. 0,3 қосамыз 0,2-ге. Сонда бізде мына жерден 10 көбейтеміз 0,1-ге, мұнда бөлеміз 0,5-ге да. Сонда қанша шығады? Мына жерден тық-тық қысқартсақ 5, 10-ды 5-ге бөлсем, үдеуіміз просто 2 метр секундтың квадрат шықты. Үдеу таптық қой. Үдеу таптық, И орнына қоя саламыз. Мысалы, маған мынау отқаны, осы жерге қойғым келіп тұр, допустим. Яғни, бірінші жүйеге қоям, m1 0,2-ні көбейтем 2-ге. Тең, t-дан азайтамын m1 0,2 көбейтілген 10-ға. Сонда мына жерден 2 шығады, мына жерден 0,4 шығады, па? 0,4 тең болады минус 2. Значит, бізде t-мыз 2,4
4 Newton деген söz ekan. Жүйені түсінбедің? Хорошо. Кәз. Оған тоқтал. Так. Жүйені түсініп алсаң, мынау да түсінікті болады, да? Қорыта алмай отыр. Мынау Ньютон екінші заңы, да, достан. Ньютон екінші заңы. Ол тағы бір көрейін, да? Тағы бір көрейін. Тағы бір көрейін. Ну, бірақ басқа есеппен. Мысалы бізде 17-ші сұрақ көрініп тұр деп ойлаймын. Жылжымайтын жеңіл блокты асыра тасталған жіптің екі ұшына 2 және 3 килограмм жүктер ілінген. Айырмашылық түсінікті, да? Мына жерде 200 грамм, 300 грамм болатын болса, мына жерде просто 2 және 3 килограмм жүктер ілінген. Так, сау боламын. Анотип не бұлар негізі? Бір түсініп алсаң, бәрін түсініп аласың. Жылжымайтын блок. Сосын оның бойымен M1 дейін. M1 тең болып тұр 2 килограмм. Так, M2 тең болып тұр 3 килограмм. Так, мында көрсетіп қойып жатырмын. Уже көрсетіп қойып жатырмын, что мынау басып кететін. M2. Да. Қайда қарай қозғалады? Бақылайтын болсақ, біздің MG осында кетеді, міне M2G. Үдемелі қозғалады, осында төмен қарай, дес па? Өше түсінікті ма? M2G төмен қарай, үдемелі сол бағытта қозғалып кетеді. Айналады бойшын, да. M1G мында болады. Енді мына денеміз жоғары қарай көтеріледі ғой. Үдемелі көтеріледі. Үдемелі жоғары қозғалады. Өше түсінікті ма? Аха. Аха, түсінікті, да? Енді бұл жерде бір емес, 2 керілу күш болады. Яғни жоғары қарай Т күш болады. MG өткен төмен қарай болып тұр. Т күш болады. И мында да жоғары қарай тоже Т күш болады. Тура соның мәнімен бірдей негізі. 2 Т күш бар. Екі жағынан да жіп керіледі батқан кезде. Енді векторларын қарастырамыз. Мынаны қарастырайық бірінші. Мынаны қарастырайық. Бірінші жүйе. Да? Осыны қарастырсақ. Не істейміз? MG-іміз төмен қарап тұр, дес па? Үдеуіміз жоғары қарап тұр. Т жоғары қарап тұр. Минус MG болады ма? Я, негізі бітуге де болады. Мысалы, Азайтамыз. я, Т-дан азайтып жібереміз. M1G-ні. Да, M1G, дұрыс айтасың. M1G-ді теңестіреміз неге? Сол осы M1 ғой болып жатқан, да. M1A-ға. Вот, осы түсінікті ма? Ағай, Ал? алдында осы кулю жаздық сияқты емес па, иә? Осы күштердің несі таңбасы алдында тұратын. Қалай? Кулю жаздықтағы сияқты емес па деймін, минус болады, қарама қарсы болса. Қарама бірдей қарсы емес болады. Всегда ғой өзі? Солай ғой? Жақсы. Так, осы түсінікті ма? Ол керілу күші жоғары иә ол? Қай жерде? Бұл жүйеде, бірінші жүйеде, үдемелі жоғары қарай кетіп бара жатыр. Бұл жүйеде. Сонда ағай, үдемелі жоғары болса, значит, керілу күші үлкенірек болады да, керілу күшінен азайтамыз. Ал егер үдеу төменге қарай болса, Т керілу күші азырақ болады да, сол үшін минус Т деп жазамыз ба? Тоже азырақ та емес мәселе. Или Мәселе азырақ көбірек те емес, мәселе бағытында. Мына Т мен ненің үдеудің бағыты бір болып тұр негізі. Оларды полигон біз неге эмаға теңестіреміз ғой. Күштерді қосқан кезде оларды біз полигон эмаға теңестіреміз. Сонда бағыттары эмамен сәйкес келетіндерді біз негіз былай ғой. Бүйтіп жазылады Т плюс MG тең эма болып жазылады негізі. Негізі болса векторлық түрде жазылу осындай. Сосын эманың бағытын егер плюс деп алатын болсақ, эма мен бағыттастарды плюс қылып аламыз. Эмаға қарсыларды минус қылып аламыз. Аның бағыты жоғары ғой. Демек, жоғарыларды біз плюс таңбамен аламыз да, оған қарама қарсы нелерді, оған қарама қарсы бағыттарды минус қылып аламыз.
Жеткізе алдым ба? Мен просто мына векторлық жазу ғой, мына векторлықты тастап кетеміз негізі біз ағылшында мен үйреткен кезде осы векторлық деген кішкене қиындатып жібереміз дейміз да, и осыны жазбай кеткен негізі. Так, бұл бірінші теңдеу. Екінші теңдеуге назар аударайық. Екінші теңдеу ол мынау екінші жүйе да, мынау теңдеу болғанда. Екінші жүйе. Қараймыз. Біздің үдеуіміз төмен қарай бағытталып тұр, негізі. Я. Яғни M2A. Яғни осымен бағыттасты. Үдеумен бағыттасын мен плюс таңбамен жазам. Қарама қарсы минуспен жазам. M2G-дан бастаймыз осыны. Да. M2G это плюс болады да. Т оған қарама қарсы болып тұр. Қарама қарсы болып тұр, мынаған қарама қарсы болып тұр. Үдеуге қарама қарсы болып тұр. Все. Минус болады сонда. Да. И мынау G болады уже. Не істейміз? Бізге үдеу керек қой, Т керек емес. Сондықтан қосып жібереміз. Так, осы жерді түсінгенде бар ма екен? Нормально? Көрсетіп түсіндіре алдым ба? Әдемі. Иә. Тема онда. И Т минус M1G. И мынаны қосып жібереміз. Енді түсінікті, тамаша. M2G и минус Т болады. Тең M1A плюс M2A болып кетеді. И Т-лар кетіп қалады, дұрыс па? Қалып қояды, мына бірінші жазам. M2G минус M1G. Тең үдеу шығарып жейін. M1 плюс M2. Сонда мына жерде G-ді шығарып жеймен болады. M2 минус M1. Онда үдеу M1 плюс M2. Сонда осы жерден үдеуді тапсам, G M2 минус M1. Онда бөлем M1 плюс M2-ге. Все, 10-ды көбейтіп, бірге азайтқан кезде мына жерде енді 3 азайтылған 2 ғой негізі. Онда 3 қосам 2-ні. Сонда 10-ды бірге көбейтіп 5-ге бөліп тастаймын. По сути, сол баяғы 2 метр секунд квадрат шығады. Яғни, осы тестті құрастырғанда, просто мынаны базаға алғанда 200 бен 300 грамның орнына 2 және 3 килограмм деп өзгерте салған екен. Қалай? Керемет. Теманы 2 плюс да. Уайымдамаңдар, әзірге саған түсініксіз болса, іштен кетпейді. Тағы да түсіндіруге тырысам, өйткені есеп жетеді. Есеп көп. Мысалы, мына сұрақ. Не байқадыңдар? Расыл, кейін жауап берсем. Просто қазір именно осы тақырыпқа байланысты қойсақ сұрақтарды. Не байқадыңдар? Таныстырып тұр. Таныстырып? И мына жерде қазір сендерден үдеуді сұраса, мына жерден просто сендерден сұрап отыр жүктің керілу күші. Я, біз үдеуді таптық қой уже. Теңдеу мынадай. Т, осыны көшіп жаза берем. Т минус M1G тең болады M1A. Осы жерден Т-ны тапсам, M1A плюс M1G. Немесе M1A қосу G. Болды? M1 менде 2-ке тең болды. A бізде 2-ке тең болды, плюс еще 10-ға тең, да? Сонда 2-ні көбейтем 12-ке тең 24 ньютон дегенде белгі салам. Екіншісінде қойсам да болады негізі. Екіншісінде бізде M2G минус Т и тең болады M2A. Помните, бағана мен айттым ғой, мына жерде менде тағы да кептің керілу күшін сұрап тұр ғой деп, помните, айде айттым ғой? Я. Бірден мына формулаға бармаған себебім содан, әйтпесе осындай формула бар деп айта берсем болады, бірақ зачем? Мына формуланың қайдан шыққанын түсіндіру маған маңызды болды. Да. Осы жағдай үшін, я уже көрдің бе, мынаны қорытып болғаннан кейін уже жаттай берсем болады. Ja, қатып қалған дүние уже. Бірақ мынаның қайдан шыққанын түсінгені маңызды да. Соны түсіндіре алдым ба? Қайдан шыққанын түсінген. Өйткені есепті мүмкін басқа вариант келтіретін шығар. Сутін түсініп алсаң болды негізі. Ұмытып қалған жағдайда қайттан шығара салатындай да, что формула. Тауып көрейік осы жерден. Әке орнынан ауыстыра салайық. Сонда M2G минус M2A тең болады Т. Яғни M2-ні шығарып жейік. G минус A. 3 болды, көбейтеміз 10 минус 2, 3-ті көбейтеміз 8-ге. Бұлай да по-любому сол 24 ньютон шыға салады екен. Күнге қалай енді.
Бұл керілі күш тек жылжымайтын блок қой. Жылжымайтын блок қой. Жылжымайтын жеңіл блок. Яғни жеңіл блок деген сөз, мынаның мағынасы салмақсыз деген сөз ғой. Салмағы жоқ деген сөз. Салмағы жоқ деген мағына беріп тұр негізі. Егер оның салмағын ескеретін болса, онда ол уже D деңгейі болады. Жылжитын келмейді бұда. Жіптен керілу күшінде жылжитын. Негізі келетін есептер бар, бірақ ол уже олимпиада ғой. Андай есептер бар еді ғой, ағай. Өйткені Қайсы? қалай еді? Екі жағында андай бар ғой. F-ті мен F-ті теңестіретін. Не еді? күш моменті ма айтып отқаның? Иә, күш моменті. Ол басқа тақырып қой. Иә, басқа тақырып қой. Вот сондағы бар ғой, ана качеля деймін ба, ал дейді. Сонда массасын беріп қоятын есептер бар ғой. Да. Сол кезде еще қиын болып кетеді да сразу. Иә, алдында шығарып көрген. Мұғалім үйреткен. Қызық екен жалпы. Басқаша есептер. Так, жалықпаймыз. Енді мынаны көрейік. Өте қызық сұрақ. Давайте осыны өздеріне шығарып көріңдер. Несін, ответін қазір бірге шығарайық. Сенде қазір 5 минуттай уақыт берейін шығаруға. И ответті суретке түсіріп WhatsApp чатқа жібереміз. Кеттік. Кетіп қоямын. Неге шығарамыз? Дәптерге шығарамыз. Шыққан мәнді WhatsAppқа жібереміз. Мен ата қарап отырамын. 5 минут. Жаңадан қосылғандарға айтатын зат, мына жерде біз мына есепті өзіміз шығаруға тырысып жатырмыз. Мынау шыққан өзімізде нәрсені неге группаға жіберіп жатырмыз. Мында отправлять сообщение только админ деп тұр екен, все участники деп өзгертіп қойдым. Кімде шықты, жібере берсек болады. Үш минут қалды. Қиын болып жатыр ма? М1 үлкен М2-ден дейді. Визуально көрініп тұр ол, М1 үлкен екен. Екі минут қалды. Неге WhatsApp группаға жібересің, Аслан? Уақыт табу керек.
Uақыт табу керек. Екен айтады. Егер олар қозғалысы келетін болса, қанша уақыт ішінде дейді. Яғни сұрақ қанша уақыт ішінде т белгісіз ғой. Да, т белгісіз. S емес, т белгісіз. Тын тап. Ағай тағы да 5 минут бересіз. Жоқ. 1 минут қалды. Хотя негізі есеп кішкене күрделі. 10 минут уақыт алды бұл есеп негізі. Ағай, Дора жіберіп дұрыс екен. Жіберген жоқ па? Бар. Сөз көріп отырмын. Аха, көрдім. Тема? Көрдім дана. Дора деген дана ғой. Так, окей, молодцы. Қарап отырмын. Аха. Тема. Тық алдың. Мынаны өрнекте асайын. Аяқташы. Сенде 2 бөлшек болып тұр да, сенде 1 бөлшек болу керек. Так, аха, келді. То же самое, аяна. 1 ғана бөлшек болсын. Үшеуінде дұрыс ағай. Қалай? Үшеуінде де дұрыс екен. Бәрінде дұрыс болып отыр. Дастан квадраттан құтыл. Саған өткен уақыттың квадраты емес, нені сұрап отыр, уақытты сұрап отыр. Значит, квадрат болмау керек. Да, солай, вот тема. Көрдің осылай. Ощущение қалай? Бана айтты ғой, дана айтты ғой, мына жерде. 2 болатын болса, ағай тұрақты ғой деп ше. Вот, 2 болатын болса, тұрақты ғой деп айтты. Біз үдеуді қалай таптық? Үдеуді мына формамен таптық, яғни m2 минус m1 жазып қойсаңызшы мында. Алдыңғы есепте. Алдыңғы серияда деген сияқты, алдыңғы есепте. Үдеу тең болды m2 минус m1 m2 плюс m1 болды да жерде. Көбейтеміз тағы g бар. Вот. Неге бұлай болды? Потому что біздің m2-міз үлкен болды m1-ден. Дұрыс па? Мұнда наоборот, яғни мұнда үдеу тапқан кезде уже m1-ден азайтамыз m2-ні и g-ға көбейтеміз, мұнда екеуін полигон қосамыз. Біз айтады, қанша уақыт ішінде? Мына сөз өте маңызды. Неге сендер мысалы s тең ата квадрат бөлінген 2-ні қолданыңдар? Кім айтады? Неге осы форманы қолданыңдар? Себебін түсіндіріп кетіңдерші. Ағай, потому что уақытқа байланысты болған соң осы формуланы қолданамыз. Бізге жылдамдық айтылып тұрған жоқ. Жоқ, жылдамдық айтылған. Бастапқы жылдамдық 0 екен ағай. Бізде бұл 0 дейтін 0-ге тең ғой. Басында қозғалмай тұрған деген. Солай. Осы сөздерге назар аударамыз. Бастапқы уақыт мезетінде жүктер қозғалмайды деп айтылған. Демек, бастапқы жылдамдығы 0. Вот осыған сүйене отырып, осыны қолданамыз. Молодцы, уже ары қарай т-ны білесіңдер. Это түбірасында 2s бөлінген. Осы үдеу орнына қоя бересіңдер. 2s, мында үдеудің орнына m1 минус m2. Көбейтеміз g, бөлеміз, мында m1 плюс m2. Бірақ ол үстіге шығады. Целый бол. Түбірдің астында 2s, мында үстінде қосамыз. Астында просто азайта саламыз. Еще бізде g бар. Все. Допустим, мысал бағана 3 пен 2 болатын болса, есептеп тұрсақ, давайте. 2 көбейтеміз s қанша ол? Білмейміз қанша екен. Окей, давайте 5 болсын ба? Окей, 5 болсын. Так, мұнда 3 қосамыз 2-ді. Мұнда 3 азайтамыз 2 и көбейтеміз 10-да и түбірдің астында бар. Мұна мен қысқарып кетті, в общем. Астында 1, үстінде 5 болды. 5-ті 1-ге бөлем, түбірдің астында. Түбір астында 5 секунд шығып кетеді екен. Сан мәнін қоя саласыңдар еге. Сан мәнін қою керек болатын болса. Қалай екен? Қараңдар, мен сендерді мынандай есептен алып келдім. Осы есепке алып келдім. Ұқсайтын екенін көрсеттім. Және диптің келу күші, по сути, тура сол есеп, бірақ басқа нәрсе сұрағанын көрсеттім. И ол да 17-ші есеп. Және мынандай сұрақ келсе, не істейсіңдер деген да. Кімде мысалы такой шоковое состояние болды? Бізге уақыт тауды үйреткен жоқ қой деп та. С деңгейлі есептері сенде дайын болмайсыңдар ол есепке. С деңгейге өзіміз ары қарай додумать етіп баруымыз керек болады. Сондықтан ол С деңгей білесіңдер, Қалай болды мына есеп? Нежданчик болды ма? Но бірақ справились, да? Так, 4 тапсырма осылай кетті. Тема. Так, келесі
Мен сендерге тағы подаркилерім бар негізі. Мына есеп. Давайте бірге шығарып көрейік. 20 сантиметр болып келген екен. Суретте көрсетілген созылмайтын жіп көмегімен екеуліссіз блок арқылы M1 яғни 4 килограмм, M2 3,5 және M3 2,5 килограмм болып жүктелінген. Сұрап отыр, блок және жіп салмақсыз, өте маңызды сөздер. Жүйе өз еркінен жіберілсе, яғни бастапқыда олар тепе-теңдікте тұрған деген сөз. M1 мен M2 жүктерді байланыстыратын жіптің керілу күші қанша деп. Қалай кетті? Нормально? Қалай шығарамыз? Ау? M2 мен M3-ті бір салмақ қылып аламыз ба? M2-ті. Айтшы. Бізде M2 мен M3 бір бақытта тұрғансын өйткені қосамыз да. 6 килограмм деп аламыз, сонда үдеудің бақыты сол жаққа қарап тұрады. Дальше теңдеу жүйесін құрып шығарамыз. Тағы көрейік. Осылай ғой, короче, да? Так, сен былай дейсіңдер, в общем. Мына M2 мен M3-ті қосып жібереміз. Қанша болады сонда? Так, 6 бола ма? 6. 6 көбірек болады да? 6. Мынау бізде қазір 4 қана болып қалады, да? Кішкентай болып қалды, 4. Значит, үдемелі қайда қарай қозғалады? 6-ға. 6-дан былай да? Үдеу, мына жоқ, үдеу жоғары, да? Сосын керілу күшін сұрап отыр. Осы екеуінің арасындағы. Жаңағы қорытылған формулаға салсақ бола ма? Давай көрейік. Прикиньте, көре сақ, да? Үдеуін табассақ сразу, да? Үдеу тең, қалай еді формула? G M1 минус M2 бөлінген Мен сразу M1 жазсайын. плюс M2. 6 минус 4 деп, да? Мұнда 6 бөлінген плюс 10. 4. По сути, қысарып кетеді, сонда 2 2 шығады. шығады. И формулаға қойсақ да, мынаған қойсақ, мысалы. Қайсыған қойымыз? Мынаған қойымыз, 4-ке қойымыз, да? Соған қойық. Бұл жерде MG бар, яғни MG бар. Сонда бізде, как раз M1 екен, да? Окей, M1G. Сонда T минус M1G тең болып кетеді M1A-ға. Осы жерден T-ны тапсақ, M1 шығып кетеді, A плюс G болады. M1-іміз бізде 4-ке тең, көбейтеміз A 2 плюс 12. Онда, сонда 4-ті көбейтеміз 12-ке тең болады қанша? 48. 48 ньютон, да? Қалай екен? Ощущение қалай? Жазқа ма? Жанар, ұнады ма? Тура осы есепті мен сендерге неде шығарып бердім, да? Қателеспесем. Так, сендерге механикада шығарып бердім. Нешінші есеп шығарып бердім осыны? Что-то не понял мен. 14 па? 15 емес точно. 9? 9. Да. Тура осы есепті негізі, да? 16 болып келген екен. Қарашы, мына жерде 20 болып тұр ма? Мына жерде 16 болып тұр, да? Бірақ бұл жерде сандық мәні басқаша, да? Байқандыр ма? Сандық мәні просто басқа. Давайте осын шығарып көрейік енді. Ананы көргенде кім шоке болды? Мә деп. Мынау не тақырып? Үйге қайта берсем бола ма деген сияқты. Да? Давайте мынаны шығарып көріңдер енді. Шығарамыз и WhatsApp чатқа жібереміз. Давайте кеттік. Скоростарын көбейіп бастайды. Айттым ғой, өзімен жауап беріп отыр. Бар, Нұреке бар, сәл шыда. Ай, шыдамсызым, ай. Қазір шыда сәл. Постепенно келе жатырмыз. Білесің ғой мен, жүйелі түрде үйретемін бәрін. Мынау уже изи болып қалды ма? Қазір. Бұрын да айтын, Олимпиадада одан да бір страшный есеп келіп еді. Жаңағы жібергеннен де страшный әйтеуір.
Gaz Ошондой asıp үчүн Kelesin gaz. Kelesin. 8 сыныпта ма ал кезде еще. Жоқ. 9 сыныпта келді саған. Или 9 Да, Olmuş. 9 бен 10ға бірдей болып келеді. 8 бен 10... жоқ, дұрыс 8 сыныпта. Дұрыс айтасың. 8 бен 10 бірдей болып келеді. Көзім бақырайып кетті ма? Ал не деп? Ағай сұрайыншы. Ал? Сонда қорытқы формула былай болды ма? Типа Т минус М1 G тең болады М ма? Да. Т тең болып кетті. М1 А қосу G ғой негізі. М1 А қосу G. Но бірақ Аны қалай таптық біз? Әне М1 А бізде неге тең болды? Ол G. Ана әдеудің формуласы. Екеуін азайтамыз да, мысалы М2 минус М1 негізі да, вот. Бөлеміз М1 қосу М2 болды да, и плюс G болды да. Осы дана сен сұраған келіп тұрған. Сонда біз бітсек болады. G-ді шығарсақ болады. М1 G десек болады да. И жақын ішінде қалдырсақ болады. М2 минус М1. Онда М1 қосу М2 ғой. Плюс бір ғана қалып қойды да. Ортақ бөлім беріп тек. М1 плюс М2. Сонда бізде М1 G қалады. Онда М2 минус М1 и плюс М1 плюс М2 и мында М1 плюс М2 болып кетеді да. Вот. Сосын не болады мына жерде? М1-лер қысқарып кетеді. Получается бізде Т тең болып кетеді. М1 G. Мында 2 М2 бөлеміз М1 қосу М2. Сонда Т-ның формуласы шығады мына жерден. Т тең болады 2 М1 М2 G бөлеміз М1 қосу М2. Қалай кетті? Осылай. Сразу егер керлеу күшін табам десіңдер, осылай таба салуға болады екен. Да? Таза жоқ? Таза олимпиада сияқты ма? Да. Таба салайық енді. Ақырында формула тапқан екенбіз, неге наны солай шығара салмасқа, иә онда? Давайте тексеріп көрейік, шыға ма шықпай ма? Жаңа формуланы қолдану арқылы. Әне 2 бұл емес екен ғой. Осы ғой, иә, тоқша? Осы ғой. Тең болды. 2 М1 М2 G, мында М2 минус М1 дұрыс қой, иә? Да. Қосу екен. Все. 2-ні көбейтіп, М1 бізде 4-тің. 4-ке көбейтеміз 6-да. Көбейтеміз 10, бөлеміз. Так. 4-ке қосамыз 6-ны. Дұрыс қой, иә? Мынамен мынау қысқарып кетті. 6 жердегі 4-ім 8, 8 жердегі 6-ым 48. Мәссаған. Қалай мына тез кетті. В общем, жаттап алатындар бар сияқты ғой мына жерде. Кім жаттап алайын деп жатыр осы форманы? Мойындаймдар. Ах ты, сендер түрлерін көріп тұрмын мен уже. Сезіп тұрмын ғой сендер. Осыны сұрап алып жаттап алуларың келіп тұрған. Мына бірақ қайдан шыққанын біліп жүріңдер шықса. Суть ұмытпаймыз. Форманы ұмытып қалсақ, сүтпен жаттап аламыз. Жаттамаған грех қой дейді анасы дейді. Почему бы и не? Конечно. Так, Дана, это мен осы формуланы сұраттырып алдым такой. Мына есепші, сөйтіп не болатын болды? Керлеу күшін тапқан кезде неше шықты сендерде? Сендер жүйеге ала салдыңдар, мен түсінгенім. Что-то мен қалмай қалдым. Неше шықты мына жерде? 48 шықты ма не мына жерде? Екеуіне де 48 шықты ма не? Сандар әртүрлі ғой. Ағай біреуінде 3 пен 1 деп тұр да, анасында 6 деп тұр ғой. 6 мен 4 деп тұр сонда килограмм. Қалай? Екеуінде де общий бірдей да, 6 килограмм мен біреуінде 4 килограмм болғасын. Бірдей болған ғой. Сен білесің, тест құрастырушылардың қазір секретін айтып қойдың ғой. Получается, ана сандарды просто өзгерте береді. По-любому ана жақтан 6 шығатындай, и ана жақта 4 шығатындай. Жетіп салдың ба?
мына жағын 2,5 дейді да, потом 1,5 дей салады да, мына жаққа 2 қоя салу мүмкін даже. Или 6 бола салады да. Но бірақ суть один. По сути, бір есеп да. Вот. Tamam. Молодцы. Что-то жестко кетіп жатыр ма, Иманғали? Әдемі кетіп жатыр ма? Ұнап жатыр ма? Так, бұл жақсырақ ұнайды қазір. Кім қайда бізде? Нұртілек пе, Шынболат пе, қайсет жаңа? Қазір ұстаймыз екеуін. арасында. О, Нұртілек екен, вот, Нұртілектің дауысынан танып қойдым. Окей. Қара, Нұреке. В общем, именно special for you дейтін. Нұрекең сияқтылар ғана болады. Сендер оны көрген жоқсыңдар, но давайте шығарып көріңдер. Мен барып тамақ ішіп келейін десең ба? Ал кеттік. Кім бірінші шығарады екен, давай саған. жиырма төрт бағай. Қалай? Он екі болады дейді. Кім айтқан жаңа, Аслайым ба? Кім айтты? 24 деп. Иә. Қалай? Екіге бөліп санаймыз да просто. Жаламайды екен. Сен курстан шығып келген дейсің ба, бай? Бай, болмайды. Қойып таста. Екіге бөле сал. Үнде сөйтіп жасап жатыр. Үшке көбейтіп, квадраттағы жері түбірге алдым деген сияқты ғой, примерно. 24 точно, да? Окей. Так, бұны уже кәдімгі толық істеу керек болады, иә? Оны шықты ма? Давайте мен қайттан сап алайын бұны. Бола ма, иә? Мына жерге сап алайын. Былай. Тық деп сап алдым. Потом жылжымайтын болып салып қойын тағы. Иә? Сұрағын түсінбей тұрып. Қазір сол сұрағын түсіндірем қазір. Мына жерде просто көрінбейді. Сосын бізде М3 бар, М3 только 1 килограмм. Так, сосын бізде мынау вообще Д болады, иә? Мынау вообще Д болады. Осылай болсын. Все, сап алдым. Ана массаларын ескеріп сабатым әдейі визуалды түрде. Мынау бізде М1, мынау бізде М2, мынау бізде М3. Бізден сұрап отқаны, мына жерде бізде тағы Т бар ғой. Мына жер Т2 болады. Және мына жер Т3 болады. Және бізде Т2-міз, так, мына жерге бүйтіп қалай істесем болады екен. Т2-міз Т3-ке тең негізі. Яғни екеуінің арасында келу күші біріне тең болады. Соны сұрап отыр. Екеуімізден М2 мен М3-тің байланыстыратын жіптің келу күші дейді. Мынаны сұрап отыр. Біз бағанадан бері тауып отқан неміз, керілу күшіміз ол мына күштер. Біз осыны тауып жаттық бағана. Мынаны және мынаны тауып жаттық та. Ол бізге қазір уже керек емес. Бізге керек именно осы екеуі керек. Қалай табамыз? Кімде идея бар? Бағыттары қарама-қарсы болып тұр ма? Бағыттарын табуымыз керек. Дұрыс айтасың. Ең бірінші, Ағай, үдемелі қалай қарай қозғалады? М3 пен М1-дің бағыты бірдей болғансын екеуін бірге Үш алып, төмен. М2-ні бөлек алсақ бола ма? Он үш жақ. Үдеу тауып алу үшін, солай істесең болады мысалы. Екеуін қосып жіберіп ше, үдеу тауып алу үшін ғана ше. Яғни А тең болады. G, мында М1 үстінде минус еді ғой вроде, М1 минус М2 минус М3 деп алып, астында М1 қосу М2 қосу М3 деп алсаң болатын шығар. Үдеу табу үшін ғана. Басқа үшін айтамаймын енді. Сонда 10
Mında қазір 6 минус 3 минус 1 десек, мында 6 қосу 3 қосу 1 деп та. Оны шығады, демек мына жерден 2 метр секунд квадрат. Үдеу тауып алу үшін ғана. Басқа үшін емес только. Үдеу тауып алдыңдар. Ya. Тағы не бар? Енді мына жерге жүйе құру керек қой бізге. Жүйе құру керек болады. Мына жерде тағы қандай күш бар? Мында M2G бар. G. Mında M3G var. Түсіндірілді ме? Сонда бізде T3'іміз T3 тең болып кетеді. Немесе T3 үдеу былай қарай ғой, жоғары қарай ғой мына жерге. T3 сонымен бағыттас болды. Значит, плюс қылып аламыз. T3 минус M3G тең болып кетеді M3A деп аламыз да. Осы жерден T3-ті тапсақ, сонда M3A қосу M3G болады да, сонда M3G плюс A бола салады екен. M3'іміз бізде вроде бірге тең. 1, 10 қосу 2 тең қанша? 12 ньютон болады екен. Б болады сонда жауабы. Нормально? Яғни ең қиын есептердің бірі осы, который динамикаға келетін, еще жылжымайтын блок, бір емес 3 масса, и соның екеуінің арасындағы дегені вот самый ең қиындарының бірі. Динамиканың ең қиын есептердің бірі осы. Сұрақта бір ма? Қиын. Ау? Ағай, Жерде Т2 еще Т3 қой. А біз қазір Т3-ті тұтып, екеуін қосып кереміз ба? Жоқ, екі біріне тең. Мысалы, мына жерде мынау да Т ғой, екеуін қосқан жоқсың ғой бағана. Бұл жақта да. Да. Тура сол сияқты, мына екеуінің арасында тоже қоспайсың. ағай, ана M2 массадағы бар ғой, A2 тоже жоғары бағытталған ба? Да, А2 тоже жоғары бағытталған. Потому что сол M2 зат жоғары қарай бағытталады ғой. Көтеріліп кетеді ғой. Ана басып кетеді ғой төмен қарай. Ағай, Ау? ана M2-ның ауырлық күшіне M3-тің массасы қосылмай ма? M2 бөлек зат қой. M3 бөлек зат қой. Каждайдың өзінің жеке ауырлық күші бар. Аха. Біз бағана үдеу табу үшін сондай шаруа істедік та. Обобщать етіп жатық та оларды. Ол екеуінің арасындағы дейтін болсақ, онда обобщать етуіміз керек болады. Жеке-жеке істеуіміз керек болады. Так. M2-нікі неге төмен дейді? M2-нікі неге төмен дейсің ба? T3 жоғарыда. Жосқа дейді. Тренка тола осындай блоктар еді. Тренкада не ол? Тренировкада. Ну, қара. Төмен қарай тартып жатыр да мына жерде. Еще жоғары қарай керіледі ғой еще. Анан жоғары қарай тартады ғой. M3-ті жоғары қарай тартады. Ал M3 нені M2-ден төмен қарай тартады. Просто ана M3-ден төмен қарай тартады деп айтсам, онда как-то біртүрлі болып қалады. Мағына келмей қалады да. Мен жігіттей қыздар, сендерге көрсетуім керек зат осыны. Қалай кетті? Яғни бүгінгі тақырып негізі осымен бітті. Яғни самый топовый, ең қиын тақырып негізі осыны. Осыны, бірақ біз ары қарай есеп шығарсақ болады. Шығарамыз ба? Ары қарай нүктеліктің запросы. Нүктеліктің запросы болғанменен ол сұрақ ұбт-да келіп қалуы мүмкін. Поэтому жалғастырамыз. Хорошо? Бірге қайдасың? Помоги, пожалуйста. Жоқ, бұл емес қой. Андай қиындауын алайық та. Қазір бостан басайық та біріншіне? Да. Так, бұл жерде де не бар? Бұл жерде де блок бар. Қандай блок? Мен айтайыншы, жүйесін. Давай. Бізде M2 ғой, мысалы T1 минус F үйкеліс тең MA деп аламыз, е? Так, мынау бізде Т бар. M2-де үйкеліс бар да? Үйкеліс жоқ. Үйкеліс ескермейміз бе? Жоқ, ескермеймін. Өйткені мю берілмеген ғой.
Мю жоқ, да. Екінші ескерме. Так, сосын қалай болады? Келген дейді. мына екеуі сонда перпендикуляр орналасқан ба? Иә, плюс. қызық, иә. Перпендикуляр орналасқан. Мына бірақ кері күш бар ғой. Қалай болады? Мына жерде M1 көп па, M2 көп па? Қалай M1 ге ойлайсың? қарай ағай сонда бізге M1 ге нені қарай табу M1 керек? көп болу керек па? Оны табу керек болса, сонда M1 көбейтілген A десекші. Оны табу керек. Мүмкін. Окей, мына жерде табылайықшы. M1 көп па, M2 көп па? Екеуі бір зат болатын болса, онда M2 көп болып тұр, иә, однозначно. По рисунку понятно. M2 көп, M2. По рисунку да, осылай. Рисункқа қараймыз. Сосын Ал деуді былай жазсақ болады. M2 көбейтілген G бөлінген M1 плюс M2 десекші. да, үдеу сонда бізде мына қарай бағытталады. Мінекей. Үдеуді бағытын анықтап алдық. Көріне ме, яғни бұл есепте по сути ең бірінші жасайтын дүниелерің ол үдеудің бағытын анықтау. Үдеудің бағытын анықтамай ештеңе істеудің қажеттілігі жоқ. Үдеудің бағытын анықтап ары қарай шере басталады. Так, сосын мұнда Т бар, иә? Т жоғары қарай бағытталады мұнда. Немен? Жасылмен келтіре салайыншы, окей. Т бар. И мұнда тоже. M2-де солға қарай ма? Мұнда жоғары қарай болатын болса, мұнда соған қарай бағытталады. Тоже Т. Все, енді жүйе қарайық. Жүйе қарайық. Бірінші жүйе мынаны алайық. X осыны алайық. Минус M1, M2 G. M2 A. Т. Азайту бола ма? минус M2G тең M2 A. Минус M2G. Минус M2G деген қалай болды? Бұлай емес қой M2G. Бізде бұлай ғой M2G. Ағай соның ауырлық күші олай да? M2G осындай қарай бағытталады. P квадрат плюс M2G квадрат болайыншы. M2G получается X осіндегі проекциясы ештеңеге бермейді да, көріне ме? Екес күші аз болса. Жоқ болса дейді. Анда екеуі күші егер 0 болса, онда керілу күші M-ға тең болып кетті ме? Да. Керілу күші M-ға тең. M2A да. M2. Так, сосын? Екінші жүйе болса M1G. Да, M1G. Азайту Т, ол тең болады. Минус Т тең M1. Все, M1G минус Т тең болып кетеді M1A-ға да. Не істейміз енді? Екеуін қосып жібереміз. Орнына мән қойсам M2. Сонда Т плюс M1G минус Т тең M2A плюс M1A. Тылар кетті. Получается M1G тең M2A плюс, A-ны шығарып жіберуге болатын еді. Сондықтан бізде M2 плюс M1, сонда A-ны табатын болса, обычно сол A-ны табады негізі. Бірінші M1G, мұнда M2 плюс M1 екен. Қалай кетті? Нормально? Бұл егер екес күш жоқ болса, бұны правильно заметили. Аха. Нұрбек, дұрыс па? Дұрыс емес па? Давай, айтып жек şimdi. Дұрыс тұрса ағай. Аға енді екес күшін берейік. Масса берейік. Қазір. Ағай жақшаның ішінде минус болмай ма? Неге минус болады? Қостық қой. Себебі ашқан кезде минус болып ашылып кетпей ма? Так, да, мына жағын мына жаққа қостық. Мына жағын мына жаққа қостық. Бірақ екес күшін берген кезде ондай аса өзгеріс болмайды. Просто қана жаңағы Кішкене бар, чуть-чуть бар. не UMG қояды и все. Да. Сонымен? Ағай бағана мен айтқандай болады ғой, енді керілуден азайтамыз үйкелісті тең M-ға деп. Сөйтіп, μMG деп ашамыз оны.
Ödev төмен de жазып қоясың. Мында ödev жоғары. Мында оңға қарай кетеді уже. Қачан M1 көп болса да M2-ден. По-любому анау төмен ғана тартады негізі. Ya. Ана жерде M2G бар, если что. Ya. Мында M1G бар. Ошо мынау керек болады. Так, o X ойсын қарастырамыз да бірінші. Қалай болады? Т минус мю M1G тең M1A деп алсақ. Так, Т минус Иә, Мю iki өріс тең M1A. Окей, сосын Y ойсын қарастырайық. M2G минус Т тең MA деп аламыз ба? M2G, да, M2G минус Т тең M2A. M2, M1 индексті жазып отырамыз. Сосын не істейміз? Үйкелісі мю M1A деп ашамыз. ашып жібереміз иә. Қосып жіберейік. Себебі оған қатысты болып тұр ғой. Қосып жіберейік. Сонда M2G минус F2 өріс тең M1A плюс M2A. Сонда ашып жібереміз. M2G мынау қалай болады? Екі өріскі F2 өріс тең Мю M2G. M1 Ой, M1. Да. Сонда мю M1G тең аны шығарып жіберейік. Сонда M1 плюс M2 да. Мына жерден G шығарып жіберсек болады. G M2 минус мю көбейтеміз M1. Сонда A M1 плюс M2 иә. Осы жерден аны табамыз ғой көп жағдайда. A тең болады G M2 минус мю 1. Так, бөлеміз M1 плюс M2. Ары қарай любойын орнына қоя берсеңдер болады. Ана жерде үдеу тауып алғаннан кейін болды ғой, любойына тық қоя бересіңдер. Потому что M2 бар, немесе M1 бар, немесе екеуісі тауып проблема емес. Да? Қалай кетіп жатыр? Нормально. Чуть-чуть олимпиадаға кіріп бара жатырмыз, но бірақ возможно кеп қалуы мүмкін. Сондықтан бұны да беріп жатқан жайым бар. Ағай, Алмастың екінші сұрағындашы керілу күшін анықтағанда, мысалы, бізде жіп тұр ғой, M2-нің керілу күші M1-ге, ал M1-дікі M2-ге қарай бағытталады деп, солай анықтайтын болады, иә? Да. Күшті түсіндіріп болды, Алмаз, иә? Кімге түсесің? Мұғалім ба? Кім ағай? Сен айтам. Мұғалім деп отырмын, иә. Молодец. Түсіндіру қабілетін жақсы екен. Спокойно, тық түсіндіре салдым. Қарапайым. Алмаз, қанағаттандың ба? Дұрыс түсінбей жатырмын. От солай болатын Расул. Ештеңе етпейді. Тақырыптар қиын екен білем. Басынан отсың ба, или там ортасынан қосылдың ба? Ағай, негізі былай істесек болады ғой. X, Y осіне проекциялап, мысалы, жоғары қараса, Y-тің несі плюс қой таңбасы, ал астыға қарай минус деп алсақ, сол оңай болатын сияқты еді. Да, енді вкус әртүрлі, мен просто осылай қалсам негізі. Там сен айтқандай ала беруге болады негізі. Мен просто минусты көбейткен ұнатпаймын да. Минус көбейіп кетсе. Қанағатпын дейді. Келесі 11-лерге куратор болсын үшін Нұрболат ағайын бірге жұмыс істепті. Саған. Аслайым, ейсің. Так, тағы бар. Екі есеп бар. Қандай есеп? Мына жерде уже подсказкалармен. Ал, өзіміз шығарып көрейік. Кеттік. Да, эфир сақталады. Басынан кірген жоқсың, не, Расул? Басынан отқан жоқсың, не? Сол ғой. Мен әдейі там кішкене easy варианттан жайлап барып қиындаттым. Сен именно осы жерге келіп қалдың да. Да, молодец. Сұрақтарың болса, сосын қоясың ғой, кураторға да, маған да қой.
Cevabını nege жібереміз білесіңдер, WhatsAppқа жібереміз. Бүгінгі сабақ ерекше болып жатыр. Ана жерде уже шарттармен беріп қойғансың ба? Жаттай алмаймын ғой мен бұны. Мына біздің есеп қой, который жаңа мынау емес па? Мынау емес па? А у нас посложнее даже есть, да? Но не из этого, шын ба? Тура осы ғой. Қателестім ба, қателеспедім ба? Келтіріп түзеп алайын. Так, M2G M1 плюс M2 дейді. Да, оларда M2G, потому что M2 астында тұр, да? А бізде M1G, потому что M1 астында тұр. Если что там, неге болмаса? Ағай берілгенін көрсетер па? Ойлайды. Так, келесіп көп ойнар. Осы есеп сосын бір есеп болды сосын. Бізге өз. Сондай ғой. Каждый есеп. 2,2 дей ма? Ағай бір сұрақ бар да, анау M2 массадағы керілу күші неге үстіге қарай қарайды? Ол асты қарамай ма пайда? M2-дегі керілу күші. Ойлаш, егер M2 тұр ғой, M2 тұр, M2 төмен қарай бағытталады. Не істейді? Жіпке еліп қойсаң, типа созылды деп елесетші, неге созылмайды ғой жіп, по сути. Вот именно осы жіп. Қайда қарай созылса, ұмтылады. Допустим, қазір мен жіппен көрейін. Бұлай көрсетсең, бұлай көрсетсең. Допустим, мысалы, мынандайды алдым. Мынандай алдым да. Егер мен оны төмен қарай тартсам, ол қайда қарай ұмтылады? Опа. Қайда ұмтылады? Жоғары. Жоғары. Содан ғой. Именно M2-дегі не күші, керілу күші жоғары қарай бағытталатын себеп. Типа не сияқты ғой? Серпімдік күш сияқты ғой, по сути. Жетіп салдың ба? Да. Аға, рахмет. Бұнда тарту күші болуы мүмкін ба? Емжі ғой тарту күші. Түсіндім. Кәдімгі сырттан тарту күші ма? Болуы мүмкін. Есептің шартына байланысты десің. 2,2 шығарып жатсыңдар, е? Кім айтады? Арслан, сен айтасың ба? Қалай шықты 2,2? Айтсам бола ма ағай? Формула қоя салдым. Қалай шықты? Формула қоя салдым. Қандай қоя салдың? Ағай, осыдан бұрын істеген жүйе бар ғой. Мынау ма? Вот. Нет. Окей. Ағай, мана қорытып шығарған формулаға қойсақ шығып тұр. Да. Сендерге беріп қойдың да, получается уже. Ответ почти дайын, да? Сол, дәмдеп. Нам сразу беру керек сендерге, да? Қап, дұрыс істемедің да, кішкене. Окей. Болып тұрады. Не, да, мен, по сути, оны ұранбай шығардым, все равно. Да? Окей. Ну, он, мына жақта M2-іміз. Да, килограмм айналдыру міндетті 0,12. Көбейтеміз 0,3, көбейтеміз, ана жер азайту бар. Көбейтеміз 0,18, е? Так, бізде мұнда M2 тұр, да? Мына жақта да тоже M2 тұрған, хорошо. Так, бөлеміз, сында 0,12, қосамыз 0,18. Сонда ана жерден 10 шығады, ана жерден қаша шығады? 2-ні алтыған кезде 0,66 болады. 0,66-ны бөліп тастаймыз 0, так, 30 ба? Ағай, ана жерде 10 жоқ үшін қойыпсам тұрады. Қалай? 10 жоқ ана жерде. G бар емес па? Үстінде жалпы барлығын тұрмаған. Жалпы бәрін тұрмаған. Общий көйткен 0,66 қалады. G мен бірге жалпы 0,66 шығады. Сол 0-ді 3-ке бөлеміз, сол 2-де 0,066 ғана жер. Все, жетті. Жетті. Сонда 0,66-ны 0,3-ке бөлсек, бұл дегеніміз 6,6-ны 3-ке бөлгеннен тең ғой, да? 2,2 шақса деген. Метр секунд квадрат. Тема? Счет сіңікті, да? Есеп
Қиын есептер болса, осындай бір түрлі болып келетін есептер осындай болып келеді. Яғни сенде керілу күшінің былай да бәрін уже біліп тұрсыңдар, той. Енді горизонталь бағытты тоже меңгеріп алдыңдар. Енді последний уровень. 42 адам отырмын, шықпай отыр дейсің, кәдімгі молодцы. Последний уровень оннан. Давайте, мен ештеңе айтпаймын, бірақ қазір шығарып көруге тырысайық. Жақсы? Мен ештеңе айтпаймын, но шығарып көруге тырысамыз. Есепті шығаруға 5 минут уақыт беріледі. Кеттік. Рахмет. Кімде шықты деп ойлайды, WhatsApp-қа жіберсе болады. Сурет обязательно. Группада ғой ағай. Ау? Группада дәл осыған байланысты формула тұр екен. Сразу салса болады. Мен оны жібергем. Бірер жібердім бар ғой, қазір бірінші шығарып едім. Қалай. Соны айтам ағай, жіберіп қойды. Ата маған плюс бар, мен таптым, мен жібердім, сия жібердім бар ғой, арттан жіберу керек еді. Яна, штрафа. Қорқпадым. Өтірік ала салдым. Кетші берсен вообще. Не, там мью жоқ қой. Не, там мью жоқ. Там бір дайын ғой ағай, просто шамардып қоя салу керек. Мью жоқ деймін сенде формулада. А мұнда 200 коэффициенті бар. Бар ғой мында? Жоқ екен. Да. Дема. Ағай бар, 200 сен М1-де ғой, значит, сразу догадаться ететін шығар, может, шығаратын адам. Ну, окей. Сен неге отырсың шығармай? Мен ерін отырмай. Жоқ, еріңде. Басқа сұрақ бар ағай сізге. Окей. Ана. WhatsApp-қа жібер. Нұреке, давай, здесь... Сұрақ бар еді. Я Сұлтан, айта ғой. Мына жерде М1-ге әсер ететін ауырлық күшінің проекциясын аламыз ба, NG синус альфа деп? Я. Молодец. Жақсы, болды. Ағай осына жіптің орнына резинка беріп қойса не болады? Созылатын жіп беріп қойса. Ол жерде уже деформация болады ғой. Ал ана үдеулерге әсер етеді тоже. Ол еще там әсер етеді, конечно. Өйткені мына жерде серпімді күші болатын болса, мынау мысалы астыңғы жағынан ол кедергі жасайды да, үстіңгі жағынан ол итереді. Бірақ олардың массалары әртүрлі болғандықтан, еще бұрышқа байланысты это по-другому әсер етеді каждый раз. Ол уже, көрдің бе? Ол уже сразу слишком олимпиада болып кетеді ол. Онда есеп көрген жоқ. Онда ОБТ-да келмейді, ты че? Все, онда. Это последний левелнан. Енді осы шықса, значит, мында бүкіл не шығады деген сөз. Керілу күшінің есептері шығады деген сөз. Бос шықса. Жауап қанша дедіңдер? Жоқ, 4 емес. Неге жіберсеңдер? Нүктелеп қосылшы. Есеп қиын есеп негізі. Қазір ай, қарай. Айна шапсатта. Жоқ, 0,26 емес. 2,2 емес. Аны алдың есеп қой 2,2 деген. Так. 27 бөлінген неше? Айтшы. 0,78 шығама ба? Жоқ, ровный сан шығады.
Жо, қателесесіңдер. 27 бөлінген 5 Жо. Қара. Айтайын ба? Сен нені ұмыттың? Сен Шынсұлтан бір сұрақ қойды ғой, соны ұмыттың. Әшет, әпсе қалған шығыпты негіз болсы деші. Ағай 0,87 шықпай ма? Жоқ. Ағай қазір мен бір формула тауып алдым, бірақ оны топқа енді жібермеймін. Давай. Сел. Аузаныр, аудио қайта бер. Так, 3/45 емес. 2/7 емес па? Жоқ, 2/7 емес, өкінішке. Неге ола береді? 0,87 емес па ағай? Жоқ, 0,87 емес. Ағай, ровный сан дегенде ол қалай? Там 1, 2, Бүтін сан? В общем, бүтін сан ғой. Ағай, 17, 18 деген сан. Бүтін сан ғой. Самат қосылды. О, Самат, қош келдің. Сен күтіп отырмыз. Самат, короче, мынандай есеп. Есе шығардың. 54 емес па мол? 54 емес. Есеп шығару керек, Самат. Вовремя келдің сен. Самат, шок екен дейді. Не есеп деп сразу керек. Шартсайма. Ағай, сонда мына жерде мен берілген оқымаппын да. N1 сонда көлбеу жазықтан төмен қарай қозғалып тұр ма? Жоқ, жоғары кетеді ғой. Или төмен кете ма? Бұл жерде 2,5 килограмм екінші дененің әсерінен жоғары қарай қозғалады деп тұр да. Болды ғой жоғары қозғалғанда. Иә, N1 жоғары қарай қозғалады деп тұр екен ғой. Да. Жоқ, 4/5 емес. Айтып шығарып көрейін. Шығарып көр, давай кеттік. Мен сурет салып отырмын. Мен сен қолың. Көшіріп жазбасам қалай қарайсың? Что там ұнамай тұр сурет ше? Үлкен қылып салып алайыншы, бола ма? Иә. Давай сөйтейін. Окей. Мына жерде лишний бір нәрсе шығып кетті да. Так, осылай. И мына жерде блок да. Сосын бізде мына жақта жіппен бізде мынандай бір M1 берілген. Сосын бізде еще мына жақтан M2 берілген. Бізде үдеймен жоғары қарай қозғалады деп айтылған да. Қай жерде? Әсерінен жоғары қарай деп айтылған. Яғни үдей бұлай қарай. И үдей бұлай қарай. Қандай үдеймен қозғалады, содан білдім мен. Бір қалып қозғалама деген сұрақ туындайтын болса, үдеймен қозғалады деп әжере жазған. По сути, сонда тарту күші дейтінді, тарту күші мұна ауырлық күші ғой негізі. Осы айтайыншы, жеткізе алдым ба? Яғни бұлай тарту күшін, по сути, негізі осы ауырлық күшіне тең ғой. Так, мынау сонда айта бер енді. Суретін салып алдым. M1-ден бастасақ. Давай. M1-ге ең бірінші төмен қарай MG ауырлық күші әсер етеді. Однозначно. Оның проекциясы солға қарай MG синус альфа болады. Красавчик. Қайдан білесің? Сіз үйреттіңіз ғой. Бір сабақта да. Дәл сол бағытта екі үсік әсер етеді. Красавчик. Оған жоғарыдан перпендикуляр тірек реакция күші әсер етеді. N. MG косинус. N болады. N тең болады MG косинус альфа. Баяғыдай. Ал F тартуымыз үдеудің бағытымен бірдей болады. Да. Керіл деп қойсайын, Т деп қойсайын, и Т мында тоже бар, Иә. Ал M2-де төмен қарай тек ауырлық күші әсер етеді, болды.
M2 G все болды. Ары қарай жүйеге барамыз. G daha iyi қызығы енді басталды. Сурет салды. Тема салынды. Точно дұрыс салынды. Это гарантия. Енді тек жүйе құрған алды. Қалай құрамыз? Т минус m1 j синус альфа минус f equals тең Мына m1 X қылып жіберейік, болады. X осы қылып жіберейік та. OX дейік та. Сонда бізде не қалды? T минус Минус f equals mg синус альфа минус f equals тең m1 аға. M1 аға. Tamam. Сосын екінші жүйе m2 g минус керілу күші тең m1 аға. так, минус керілу күші тең болады M2 аға. Не істейміз? Екі жүйені Қосып жібереміз. қосып жіберейік, давай. Сонда бізде мына жақта та алпа нәрсе шығады. Так, мына жерге бос орын керек маған. осылай Астын точно үстіне қосақ та бай. Так, астын үстіне қосайық. Не сұрақ? Түсінбей қалдым. осылай точно шыға ма? Менде дәл осы шықты. Менде ағай Давай, тура давай. осы жүйе құрдым ағай тоже. Давай, Нөл давай. сексен шықты. Минус мю mg косинус альфа деп тұрады. Плюс m2g минус t тең болып кетеді m1a плюс m2a, короче. Товар кетті. M2-ні алға шығарып жүрейік. G бәрінде қайталанады ғой, лақтырып жүрейік G-ні. Иә. M2, да, M1 ғой. M1, так, M1 синус Синус альфа. Плюс, да, жоқ, минус, не же? Мю m1 косинус альфа. M1 косинус альфа. Так, и мында қалады A қалады, да? M1 қосу M2. Все, үдеу табайық. Та алпан бөліп тастаймыз, да? G, Ағай, ал. осы тұтас сан шығады деп өтірік айтқан жоқсыз ба? Не көрейік та қазір, примерно сан шығар, может? Ай, сол. Қайда ол бір сан? Ойландырып қойдың, ба? М, Так, окей, қазір көрейік. Мю косинус альфа. Олай болмайды ғой дейсің ғой, нечестно дейсің ғой. Баланы алдап дейсің ғой. Оны көбейтеміз. Так, масса екіміз бізде қанша еді? 2,5 еді ғой. Минус 3. Так, синус 30 градус 0,5. Мю 0,2. Косинус 30 градус мәні неше? 0,87. 0,80. 7 дұрыс. 7 ма? Так, окей. Екеуін қосқан кезде 5,5, да? Калькулятор алайық. Жуықтап шығады Ана ғой. жерде плюс емес па? Плюс емес па ана жерде? Ана жер плюс болады, да, дұрыс айтасың. Иә. Жақсы ашадым, да, красавчик. Так, 0,2-ні көбейтсек 0,87-ге. Так, осыған қосамыз 0,5-ті. Шыққанды көбейтеміз 3-ге. Осыны көбейтеміз минус 1-ге, да? Минус, жоқ, көбейтеміз. Минус, жоқ, көбейтеміз 1-ге. В общем, сынықты. И наус неста. Окей, түбір. Ой, түбір. Так, 0,2 көбейтеміз 0,87. Шыққан мәнге қосамыз 0,5. Тең болып кетеді. Жоқ, осыған көбейтеміз 3-ті, в общем. Азайтамыз 2,5-ті. Тең 0, минусын түспей қойып. Көбейтеміз 10-ға. И бөлеміз 5,5-ге. Тең 0,87 екен. Дұрыс қой онда шығарғанымыз. Метр секундтың. Ағай, алмай. Сендер неге 1,6 шықты? Деп жазған жатқан Менде қате дедіңіз ғой, 0,87. Да. Ой, біз ұмыттың, да? Бұл осыны дұрыс болмады негізі. Что-то бір қате жіберген жоқпыз да біз? Қарап жіберейікші. Что-то қате жіберіп қойған сияқтымыз біз. Жоқ, бәрі дұрыс екен. Да? Тексере салайыншы та. Не, бәрі дұрыс.
Biz krasavчикпиz. Nice. 0,87. Қалай ощущение? Вот осымен уже tamamlaymiz.